Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен корей салатын дайындайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен капустамызды ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Барлық капустамызды турап болғаннан кейін үлкендеу бір ыдысқа салып, үстінен бір ас қасық тұз салып, жақсылап тұрып қолымызбен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен үккіштің кішкентай жағымен сәбіздерімізді өткізетін боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша үккіштің үлкендеу, ортаңғы көздерімен өткізсеңіздер де болады. Барлық сәбіздерімізді өткізіп болғаннан кейін оның үстінен чесноктарымызды өткіземіз. Үккіш болмаған жағдайда чесноктарымызды майдалап пышақпен турап қоссаңыздар да болады. Чесноктарымызды өткізіп болғаннан кейін осы сәбіз, капуста, чеснок үшеуін жақсылап тұрып қолдарымызбен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ол үшін 2 ас қасық кориандр, 2 ас қасық паприка және де корей салаттарына арналған дәмдеуіштен 1 ас қасық. Түс беру үшін куркумадан қоссаңыздар болады. Мен 1 ас қасық куркума қостым. Және де 1 ас қасық құмшекер. 70% сірке қышқылынан 1 ас қасық. Және де қызып тұрған шит майын осы дәмдеуіштердің үстінен құямыз. Құйып болғаннан кейін жақсылап тұрып қолымызбен араластырып аламыз. Қызып тұрған майға пиязды қосып шыжғырып алсаңыздар да болады. Мен пияз қоспадым, себебі бұл мұздатқышта ұзақ сақталады. Барын араластырып болғаннан кейін осылай бір ыдысқа салып, тоңазытқышқа салып қоямыз.